Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Адам өзіне ырза болмай, өмірге де ырза бола алмайды. Жас ол тек сіздің санаңызда ғана. Егер ол туралы ойламасаңыз, ол жоқ деген сөз. Адамзат ең қуатты қаруға ие, ол күлкі. Бір нәрсені енді жасамаймын деп уәде берсем болды. Сол нәрсені жасағым келеді де тұрады. Жақсы кітап оқымайтын адамның кітап оқи алмайтын адамнан еш артықшылығы жоқ. Ақша қажет болса бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса туыстарыңа бар. Егер бізді біреу сыйламай қойса, біз оған қапаланып, қатты ренжиміз. Ал шындығында пенденің барлығы өз ішінен өзін сыйламайды ғой. Жақсылық бұл кереңнің ести алатын, соқырдың көре алатын дүниесі. Балалық шақта бақыт алдымыздан күтіп тұрғандай көрінетін, қартайғанда оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі екенбіз. Негізі атаққа лайық қызмет етпей, сол атақты асынып жүргеннен, атаққа лайық қызмет етіп, оны ресми түрде алудан бас тартқан әлдеқайда адамшылық. Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңізді бақырайтып қойып айтылатын бетсіздердің өтірігі және статистика. Мақтаулар жақсы нәрсе, мадақтар да әдемі нәрсе ғой. Алайда махаббат адамның өз мінезі мен мүмкіншілігінің арқасында жеңіп алатын баға жетпес қазынасы. Достық үзілмейді, үзілсе ол достықтың болмағаны. Уайымнан ләззат алғыңыз келсе, жақын досыңызбен оны бөлісіңіз. Әділдік жалғыздыққа душар етуі мүмкін. Батылдық қорқыныштың жоқтығы емес, ол өз бойыңыздағы қорқынышты өзіңіз басқару, соны ақылмен шешу. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде де жаныңнан табылады, ал сен дұрыс жүрсең, бәрі сенімен бірге. Мен ешқашан мектеп тапсырмаларының жеке ілім-біліміме кедергі жасауына жол бермедім. Билегенде саған ешкім қарап тұрмағандай биле. Ән айтсаң, ешкім естіп тұрмағандай айт. Жақсы көрсең, сені ешкім көңіліңді қалдырмағандай жақсы көр. Және бұл өмірде өзіңді жұмақта жүргендей сезін. Бақ әрбір адамның есігін өмірінде бір рет болсын қағады. Алайда адам осы уақытта үйінде болмағандықтан есіктің қағылғанын естімей қалады. Адамның ақылы ең ғажайып зат. Ол бірдің емес, бүкіл елдің сөзін сөйлесе де, ең соңғы минутқа дейін жұмыс жасайды. Егер айтатын сөзің болмаса, шындықты айт. Банкир бұл күн ашық күні қолшатыр беріп, оны жаңбыр күні, жауған күні қайтаруды талап ететін адам. Жетістіктің құпиясы ойдағы істі бастап кетуде. Айғай-шу ештеңені дәлелдемейді. Жұмыртқалаған тауық көбінесе кішігірім планета туғандай қоқақтайды. Бақыттың базарында шалқу үшін өз жәннатың болуы керек. Ортақ бір жұмақ бәрінің көңілінен шыға қоймайды. Өлер алдында тек 2 нәрсеге өкінеміз. Аз ғашық болғанымызға және аз қыдырғанымызға. Қазір қоғамдағы адамдарды 2-ге ғана бөлуге болады. Бірі түрмедегі жазасын өтеушілер, екіншілері жазасын өтеуге тиістер. Патриотизм еліңді әрдайым қолдау, ал билікті қолдауға лайық болса ғана қол. Батылдық деген қорқыныштың жоқтығы емес, батылдық қорқынышпен күресу және оны жеңе білу. Дұрыс нәрсе істеңіз, сонда кей адамдарды қуантасыз, ал өзгелерін таңғалдырасыз. Алға жүрудің құпиясы алғашқы қадамды жасау.
Ыстық пешке бір рет отырып қалған мысық қайтып ыстық пешке отырмайды, суық пешке де. Сізді өзіңізге сену сенімінен айыруға тырысатын адамдардан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Бұл қасиет ұсақ адамдарға тән. Ұлы адам керісінше сіздің де ұлы адам бола алатыныңызға сендіреді. Қайда бара жатқанын білмейтін кісі басқа жерге тап болғанына өте таң қалады. Дені сау болудың жалғыз жолы жегің келмейтінді жеу, ішкің келмейтінді ішу, сонымен қоса істегің келмейтінді істеу. Сары уайымшыл жастың сүмірейген сиқынан сорақы мұңлы көрініс жоқ. Егер үнемі шындықты ғана айтатын болсаңыз, сізге ештеңені есте сақтап жүрудің қажеті жоқ. Сізді кері тартып төмендететін адамдармен бірге жүруден сақтаныңыз. Өзіне сенген адам ғана ұлы істерге бара алады. Керең еститін, зағип көретін тіл мейірім. Оқымайтын адамның оқи алмайтын адамнан еш артықшылығы жоқ. Адамның мінезін ол күнделікті қолданатын сын есімдерге қарап білуге болады. Ақымақтарға алғыс айтайық, олар болмағанда басқаларға жетістікке жету қиын болар еді. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.